Мен Жуалы ауданы төтенше жағдайлар бөлім бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі Әміров Ербол Шалқарұлы. Құрметті жолаушылар мен жүргізушілер, барлықтарыңыздың телефондарыңызға Жамбыл облысында 2020 жылдың 3 мен 5 желтоқсан аралығында 20 метр секундқа дейін желдің ұйытқуы бойынша хабарлама келді. Сонымен қатар 4 желтоқсанда қалың қардың жаууы күтілуде. Жуалы ауданының аумағында 3 қару басу учаскелері бар. Олар Күйік пен Шақпақ асулары және Момышұлы Қошқарата ауылдарының арасы. Осыған орай сіздерден 4 желтоқсан күні қажеттіліксіз аталған бағыттарға жолға шықпауларын сұраймыз. Жолда қалып кеткен жағдайда 101 немесе 112 телефондарына қоңырау шалыңыз. Я, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Жолынского района, подполковник гражданской защиты Амиров Ербол Шалқарович. Уважаемые водители, всем на телефон поступило сообщение, что с 3 по 5 декабря текущего года в Жамбылской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Кроме того, 4 декабря ожидается сильный снегопад. На территории Жуалынского района имеется 3 снегозаносимых участка. Это перевалы Куюк и Шақпақ и отрезок участка сел Бауыржан-Момышұлы, Қошқарата. В связи с этим, в целях вашей безопасности, просим вас 4 декабря воздержаться без особой необходимости от поездок в данных направлениях. Если вы все-таки оказались заблокированы на дороге, звоните по телефонам 101 или 112. Спасибо за внимание и понимание.